Атқан таңдарыңыз қайырлы болсын, құрметті көрермен қауым, бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Қазіргі таңда түрлі білезіктер, қолға тағатын түрлі әсем бұйымдар сәнді екенін барлығымыз жақсы білеміз. Ал бүгін қолөнер айдарынан сіздер нағыз қазақтың қолөнерінің шикізат түрі жүн екенін жақсы білесіздер. Негізгі шикізат түрі екенін бүгін біз жүннен әсем бір білезік жасап үйренеміз. Ол үшін бізге керегі әдеттегідей түрлі түсті жүн, лента, қайшы, міндетті түрде ыстық, сабын қосылған су қажет. Суыңыз ыстық болу қажет, және лентаңыздың түсіне сәйкес келетін ине жіп болса болғаны. Ең алдымен өзіңіз ұнатқан түстегі жүнді аласыз да, белгілі бір көлемде бөліп алып, мінекей мен сұр түстен бастағым келіп тұр. Ажыратып алдым. Негізінде жүн табиғи түсте апаларымыз, әжелеріміз жақсы біледі. Бізде енді қазір ауылдарда көріп отырған болса, негізінен табиғи түрі ақ болады, қара болады немесе, ал біздің жүніміздің түсі мұндай болу себебі бұл боялған, қолдан боялған жүндер. Сіздер де бояп алсаңыздар болады. Қанекей бастаймыз. Енді дәл осылай бөліп кесеміз. Бұл біздің бірінші моншағымыз. Бірдей көлемде етіп кессеңіздер болады. Жалпы жүнді бір-біріне кіріктіру кезінде дөңгелек моншақтарыңыздың көлемін бірдей етіп жасау өз қолыңызда. Мінекей тағы біреуін кестік. Жүнді түтетуіміз керек. Қараңыздар, оны осылай жасаймыз. Жүн өте жұмсақ, қатты күш келтірудің де еш қажеті жоқ, өте нәзік материал. Мінекей түтетіп жатырмыз. Енді жинап алдық. Қолымызда біраз айналдырамыз осылай. Мінекей. Бұны мектеп жасындағы арудан бастап, үлкен әжелерімізге дейін жасай алады. Мінекей айналдырдық. Енді ыстық сабынды суымызға бұл болашақ моншағымызды саламыз. Бірінші су көп болса қысып алыңыздар. Енді қатты күш келтірмей алақаныңызда айналдыруыңыз қажет. Үлпілдек болып жатқан жүннен осындай дөңгелек моншақ шығардық. Дәл осы мен көрсеткен үлгі бойынша қалған моншақтың барлығын жасайсыздар. Ал моншақтың көлемі сіздің қолыңыздың өлшеміне байланысты. Түрлі түстермен де пайдалансаңыздар болады. Кез келген түс жүнде бір-бірімен жақсы үйлеседі. Қиялдарыңызға ерік беріңіздер. Ал мен ары қарай моншақтарымды жасайым, менімен бірге жасаңыздар. Құрметті көрермендер, мінекей мен өзімнің қолымның өлшеміме сай моншақтар жасап болдым. Енді бұл түрлі түсті моншақтарды қалай орналастырам? Ойланайық. Үлгісін жасап қойдым. Енді бұны жіпке тіземіз. Мінекей енді сәнді білезігімізді қолымызға тағайық. Құрметті көрермен қауым, мінекей біздің сәнді жүннен жасалған, өз қолымызда жасалған білезігіміз дайын болды. Жасалу тәсілін үйреніп алды деген сенімдемін. Сіздерге әрқашан сәнді кеңес беруден шаршамайтын мен, Назерке Нұртас. Өмірлеріңіз сәнді әрі мәнді болсын.